маған жемек кішкене ете берме, түсіндің ба? Сен деген ақыл баласы, сен уже үлкен баласың ғой. Сол үшін мен сен қонаққа бара тұрып, түсіндің ғой? Иә, кет. Ой, бай қыздар отырғанымызға бір сағаттан асып кетті ғой өсек. Өсекке таусылмайды, мирас қайда? Мирас тамағын ішіп, сен бөлмесінде отырмын. Сен балаң ақылды. Мен баламда ақылды да мирасың бар, ойнайық бар. Жоқ, ойнамайын. Соғыс сен. Жаңа ішіп алды ғой, бар, көшеш бол. Бар, ойна бар. Мама далбаса, қағанға далбаса. Балаға колбаса бер, ойбай, ятай. Жемет, қой. Апай, тұраңыз. Ой, тұра тұрсын, ойбай, ятай. Жемет деп ой, отыр дейм. Қария отыршы бол. Қой дейм, жаңа барлығы жеді ғой, бұны қойсаш. Мама, бал дейм. Бұны қойсаш бердің, қойсаш бол. Қой деп тұр ғой. Біз қайтамыз ода. Қария, біз қайтамыз. Отырмаңдар ма? Сен мен жаққа бармау керек өшін. Дастарханда көрмегендей. Бәрін жедің ғой сен. Анан жемей саған айттым ғой, ешнәрсе жемеші іште бәрі. Өзің сияқты мынау мирасты қарашы. Ешнәрсе жемей отты ғой енді. Болмаса ішіп кетіп қалсайшы. Қатындар көсеңді тап несеп отырсың. Үшеу басын жеп қойып арасында. Әкең болса ішіп адам базарым шығарады. Сен болса дастарханды қалдырмайсың. Сенмен бірге вообще бармау керек енді. Қалдырмаймын сен. Мама. Біз президент болып кетсек. Шака, мысалы сен президент болып кетсең не істейсің? Расымен де мен президент болып кетсем бар ғой, екеулеріңе әлемде жоқ машина, особняк, коттедж, сосын үйдегілеріңе звондайсыздар, мама, папа, ауылдағы үйді тастаңдар, қалаға келіңдер деп ше. Одан кейін көзіне очки таққан ботаниктарды қасыма ертіп алатын едім. Енді бүкіл Қазақстанға шамам жетпеді ғой. Одан кейін удастаттағы маған ұқсайтын адам тауып, одан кейін соны президентке жіберіп отырып, өзім жататын едім. Ал сен не істейтін едің Дөке? Мен президент болсам, Алматыдағы бүткіл мегаларды саған Есентайды беріп қоятын едім. Сосын бар ғой, брат, маған хотя бы Алматының кішкене банктарын берші. Жо, ренжімеш. Папама беремін оның бәрі. Сосын ана Бритни Спирс, Риана дейтіндер танисыңдар ғой. Америкада шақырып кухняға өлең еткізіп қоятын едім. Сен не істейтін едің Әділ? Ал мен президент болсам, бүкіл Қазақстанды көтеріп, қарапайым халыққа көмектесіп, өзім қанша президент болсам да қарапайым болып киініп, бүкіл ауылдарды аралап, жолдарын жөндеп, сөйтіп жөндеуші. Ой, рас айтам. Тудың желбірегені. Атик, менде 2 миллион теңге бар, 500 мың теңге таш, бизнес бастау деген жерге барамыз, жол көрсетіп жүреді, ертең авашный мен PlayStation бір нәрсе ашып аламыз деймін. Ой, мен өзім тұрақ жұмысым бар, өзің жолыңмен жүре берші, қызық емес маған. Ой, всегда артқа тартасы жүресің. Саламатсыз, бизнес бастау деген осы ма? Иә, көре береміз. Сонда қанша болып тұр барлығы? 6 миллиард қолыңыз. Басеке, біздің компаниямыз ай сайын өрлеп келеді. Кейбір холдингтар мен компаниялар бізді көре алмайшы. Енді келесі кездесуге шетелден Головкинді шақырғым келіп алады. Кірсін. Мен рұқсат болса тұрайын. Ассалаумағалейкум. Сізді де көрмегелі бір жылдан асып кетті. Не шаруа? Квартираға 50 мың теңге жетпей жатыр еді сол. Берші, жазира мен досым. Сосын сіз осыдан бір жыл бұрын айтып едіңіз ғой, 500 мың теңге жинап қойып, бірге бизнес бастаймыз деп. Сол жинап қойдым, авашныйдан бастаймыз ба? Конкретно айтасыңдар ма? видео түсіп отырсың ба? Ассалаумағалейкум құрметті достар. Мынау Инстаграм жүйесінде соңғы кезде адамдар мақтаншақ болып кетті қой. Оразалаңыз қалбос ұстаған жандар оразаның өзін мақтанышпен ұстаймыз ғой. Ифтар ішіп отырым, таңды күтіп отырым, екі құрман суретке түсіріп, суды суретке түсіріп. Зачем олай? Міндет. Ұстасаңдар өздерің үшін ұстайсыңдар. Одан кейін Инстаграмда статистика деген бар. Сол жерде сохраненный деген бар. Соны дәу қылып белгілеп историяға салып қояды. Зачем это сохранили дейді. Оны жазатын адам жазып, көретін адам көріп жүр ғой. Не істейсің оны историяңа салып? Сосын фейктер туралы айтайықшы. Сенің атынан фейк ашты дейік мысалы үшін. Оны страницаңа историяңа салып қоясың. Не верьте им, они фейк деп. Сенбеңдер деп. Біз саған подписымыз ғой расында. Одан кейін ана қыздар бар ғой, историяға түсіргенде бар ғой, қыздар. Былай түсірмеңдерші. Аяқ киім қымбат екен білдіріп берші. Былайынан бүйтіп алатындар бар ғой, бүйтіп ауланы алып. Натуре.